Оқушылар, бірінші тапсырма бойынша өмір өзені тарихын кезекпен кім айтып бергісі келеді? Болдыңыздар ғой? Дәулеттен бастайық. Бұл менің жасаған суретім. Бұл менде балабақшаға барған кезім. Екінші балабақшаға барған кезімде мен ешкімді танымадым және де ешкіммен араласқым келмедім. Бірақ уақыт өте келе мен бәрімен таныстым. Бұл менің үйімдегі бақытым. Ең бірінші бақыт ол үйімдегі бақыт. Сен ата-анамен бірге көңіл көтересің, ата-анамен бірге саяхаттайсың. Және де өте келе өзімнің отандағы балдармен таныса бастадым. Олармен бірге доп ойнадым, бірге үй жасадым. Және де ең бірінші мен өзіммен әкеммен бірге балыққа бардым. Бұл кезде өзімнің бірінші балығымды аулаған кезде мен қатты таң қалдым өзіме. Және де мен өзімнің екінші бақытымды мектептен алдым. Мектепте бұл менің достарым мені қарсы алады. Және де маған мектеп өте көп білімдер берді. Қазіргі осы көл өмір сияқты тез. Өте жақсы. Отыра ғой. Расим. Бұл суретімде мен өзім өзен өмір деген тақырыпқа байланыстыра отырып, осы құттай кезінде балабақшаға бардым. Одан соң үйге келіп далада ойнап жүрген сурет осы. Ал содан соң өсе келе 7 жас, 8 жаста толғанда мектеп табалдырығын аттап, қазіргі 8-ші сынып оқимын Абай гимназиясында. Осы сурет арқылы осыны бейнелеттім. Өте жақсы. Дина. Бұл менің балабақшаны аяқтаған кезім. Бұл кезде мен өз шарымды аспанға жіберіп, жаңа өмірге жаңа қадам бастым. Екінші менің бақытым бұл мектептен алынған бақыт, себебі ең үлкен бақыт ол отбасы. Бірақ мен отбасын тек қана өзім жанұям емес, мектептегі сыныптастарымды отбасы ретінде санаймын. Мектептегі сыныптастарыммен біздің бірге өткізген әр уақыт мен үшін бақыт болып саналады. Рахмет, өте жақсы. Ерасыл. Бұл менің өмір өзенім. Мен өз өмір өзенімді бірінші балабақшадан бастадым. Балабақшада мен осы кезімді достарыммен ойнап жүрген кезімді салдым. Ол кез мен үшін өте әсерлі және қуанышты кездердің бірі болған еді. Ал келесі табалдырығым ол мектеп болатын. Мен мектепті осы әріптен бастадым. Яғни осы әліпбиді үйреніп, барлық жетістіктерге жеткен болатынмын. Ал бұл менің ең бірінші тест тапсырған кезім. Оны мен 4-ші сыныпта конкурсқа қатысу үшін тест тапсырған едім. Ал бұл менің бірінші жарысым, мектеп атынан шыққан. Бұл кезде мен өте көп әсер алдым. Яғни достарыммен, ағайыммен бірге барып, жүлделі орын алып, өте көп әсер алдым. Ал бұл менің сабақтан кейінгі достарыммен бірге ойнап жүрген кезім. Бұл кезде барлық уайымды қойып, біз достарымызбен бірге өте қатты көңіл алатын едік. Бұл менің өмір өзенім. Мен осы өзен арқылы мен өз өмірімді түсіндірдім. Өте жақсы. Келесі, Мансұр. Бұл менің өмір өзен тарихым. Мұнда мен деген балықтар арқылы өзімнің кішігірім есімде қалған уақыттарымды салған болатынмын. Мұнда мен алғаш рет тақтаға шығып сабағымды айтуым, мұнда мен деген өз анама ең бір алғаш гүлімді беруім, ал бұл мен достарыммен доп ойнағаным, бұл байқаусызда жаңағы достарымызбен көрші үйдің терезесін сындырып тастағанымыз, мынау кіші кезімнен асық ойнағанды ұнататынмын сол кезде. Ал мен деген садақ атуды ол деген жаңағы үйірмеме барып жүргенде көргем. Садақ ату кезінде мен өте есте қаларлық өз ағамды есімде қалдырдым. Өте жақсы. Келесі, Ерасыл. Бұл менің өзім тарихым. Ең бірінші мен балабақшаға барған кезім. Бұл кезде ең бақытты шақтар болды. Себебі бұнда дым ештеңеге алаңдамай, жай ғана ойнап отыра бересің. Ал бұл менің жаңа жылдағы салюттың атылғанын көруім. Бұл өте әдемі. От шашу. Бұл мен үшін өте әдемі көріністердің бірі.
Ал бұл менің туған күнімде балалармен атысатын ойынға барған кезім. Бұл кез мен үшін өте ұмытылмас және қызықты сәттер болды. Ал бұл мен ең алғаш рет Абай гимназиясына келген кезім. Басында ешкіммен араласпаған болатын. Бірақ содан кейін олар мен үшін ең жақын адамдар болып кетті. Ал бұл менің отбасыммен тамақтанып отырған кезім. Ал бұл медеуге алғаш рет барған кезім. Бұл өте әдемі және ұмытылмас сәт болды. Өте жақсы. Келесі, Айару. Осы суретте мен мектептегі өмір өзенімді салдым. Бірінші кезде мен бірінші қыркүйекке алғаш қоңырауға келген едім. Ол кезде маған мектеп әдіп белгісіз және қызықты жер болып көрінетін. Ал бұл менің сабақ айтқан кезім. Сабақ айтқан кезде ал бұл менің диплом алған кезім. Болды ма? Өте жақсы. Келесі, Сабина. Мен өзім суретімде өзіме ерекше болып есте қалған естеліктерді бейнеледім. Ең алғашқы суретім бұл деген мен ойымша барлық адамдарда ең ерекше болып сақталған естелік бұл әрине мектепке барғаны. Мен сол өзім бірінші қыркүйекте бірінші рет мектепке барғанымды бейнеледім. Ол кезде мектепті әлі білмедім, мектептің ішін аралап жүріп, мектептің қандай екенін таныстым. Сөйтіп деген екінші суретім бұл деген әрине алғашқы рет сахнаға шығып, өзінің өнерімді көрсету, және де алғашқы рет жүлделі орындарды алу, соны бейнелеген болатын. Үшінші суретте әрине өзім мектепте парталардың қасында отырып, сабақ оқығанды, бірге әңгіме айтып, бірге сабақ оқығаным өте ерекше болып адамға қалады. Мектептегі кез адам үшін өте ерекше және әсерлі сәттерді тудырады. Мен соны бейнелеген болатын. Өте жақсы. Ертеде шал мен кемпір болыпты. Олардың 5 баласы болды. Әкесі балдарын жинап бірдей тапсырма беріпті. Әрқайсысына өзіне қымбат заттарды алып келсін деп тапсырма берді. Арада 30 күн және 30 күн өтеді. Бірінші баласы алтын белдің алып келеді. Ал екінші баласы барыстың терісін алып келеді. Үшінші баласы алмас қылыш алып келеді. Төртінші баласы асыл тастармен әсемделген қамзол алып келеді. Ең кенже баласы ештеңе таппай бос қол келеді. Сол кезде әкесі кенже баласына неге дым әкелмедің деп сұрайды. Сол кезде баласы айтады, мен үшін ең қымбат зат, ол менің отбасым, мен денсаулығым дейді. Әкесі бұған риза болып қалады. Әкесі өзінің кенже баласына көп насын қалдырды. Кенже баласы әкесінің шешіміне келіспей, өзінің мұрасын ағаларына да бөліп береді. Қалған бауырлары кенже баласының жасаған ісіне өте риза болады. Солай оның ағалары бауырының қандай адал әрі бауырмашыл екенін түсінеді. Солай олар бақытты ғұмыр кешеді. Оқушылар, бірінші тапсырма бойынша сұрақтарға жауап бере қояйық. Бұл жаттығу сіздерге қандай сезім тудырды? Дина жауап бере қой. Бұл жаттығуыма өте қатты ұнады және керемет сезімдер тудырды. Себебі мен балалық шағымдағы барлық кездерді есіме түсірдім. Қандай қызықты сәттер болғанын барлығын есіме түсірдім. Өте жақсы. Тағы да кім жауап береді? Расим. Осы жаттығу арқылы әрқайсысының ойларын, бала кезін еске түсіргенін есте алдым. Өте жақсы. Тағы да бар ма жауап береді? Нұрасыл. Мен бұл жаттығуларды орындау барысында өзім бұрындағы кішкентай кезіндегі заттарды есіме түсіріп, кішкентай шағыма түсіп кеткендей болды. Оралғандай болдың да, жақсы, өте жақсы. Екінші, сіз үшін қандай негізгі тақырыптар ерекше болып көрінді және неге дейді балалар? Кім жауап береді? Сабина. Мен үшін негізгі тақырып бұл суреттің өзінің тақырыбы, өмір өзені. Себебі бұл тақырып арқылы деген өз кішкентай кезімізден және үлкейген кезімізге шейінгі естеліктерді есімізге алып, соны бейнелеуге. Сол себепті бұл негізгі тақырып деп ойлаймын. Тағы да кім жауап береді? Расим. Осы тақырыптарға осы өмір өзен деген және оның ішінің аңсылығын айтқаны маған қатты ұнады. Ол деген өте ерекше қылып, балықтың сюжетін салып, оның ішіне бала кезінде оған қызықты оқиғаларын жазып қойды. Өте жақсы. Үшінші сұрақ, сізге не ұнады? Кім жауап береді балалар? Айнажан. Маған көбінесе
кезде ұнағаны бұл әңгіме құрастыру, ойдан әңгіме құрастыру. Бұл кезде оқушылар күтпеген жерден өз ойлары арқылы әңгіме құрастырып жүреді. Және бұл жаттығу сөздік қорды дамытады. Өте жақсы. Мансұр? Менің ойымша, маған ең қатты ұнағаны ол өмір өзен тарихы. Әр оқушыдан өзінің ішіндегі кішкентай бала сезімін кері ояндырып, кішкентай кезіндегі естеліктердің барлығын еске салуға көмектесті. Мадина, сізге не ұнады? Маған ұнағаны ол сурет салу, өйткені біз сурет салып бір серіліп қалдық. Өте жақсы. Соңғы сұрақ, өзіңіз үшін қандай жаңалық аштыңыз? Жанерке? Қандай жаңалық аштың өзің үшін? Жақсы ойлана тұр, қай жауап бересің? Ермұхан? Мен өзім үшін ашқан жаңалығым ол дейтін осы өмір өзені арқылы мен уақыт тоқтамайтынын, уақыт тек қана алға жүретінін, уақыт тез зымырап өтіп кететінін түсіндім. Яғни осы балалық шағымызды дұрыс қолданып, осы қызықты өткізіп, көптеген естеліктер алуымыз керек деп ойлаймын. Және де осы өтіп жатқан бала шағымызды құрметтеу керек деп ойлаймын. Жақсы. Соңғы Еркені жауап бере ғой. Мен осы сурет салу барысында қандай жаңалық аштым? Мен осы балалық шағыма түсіп, ұмытып бара жатырған қызықты оқиғаларымды есіме түсіргенде осы параққа салған болатынмын. Яғни мен балалық шағымда қызықты оқиғалар, қызықты сәттерді есіме алып, ойыма салдым. Өте жақсы.